Ready? Let's go. Балам туғаныңмен Пепе Ахметті туғаныңмен құттықтасайын, не деп айтасың Ахметке? Happy birthday, Vlad. Тағы не айтасың? Жасың сау болсын, өссін. Молодец. Мақсат, бауырым Айза, Ахметтің жаңа жасы құтты болсын. Басқа құрлықтағы туған күн болғанымен, ең бастысы біраз қазақтың басын қосып отырған туған күн болып отыр. Жалпы қай ортаға, қай жұртқа барса да, адам өзінің бауырласын, қандастарын іздеп жүреді. Осы ортада бір жақсы туған күн болып жатыр. Бірінші кезектен назар аударатын нәрсе есімі. Ахмет деп жақсы есім қойған тұстар. Бағанада айтып жатқан бір 100 жыл бұрынғы тарихты деп жатқаным. Қазаққа еңбек қылған қай Ахметтің де осалығы жоқ. Енді соның ішінде осы біздің ағарту саласының өкілі болған Ахметтің Байтұрсынұлының жолын берсін. Олар секілді ең бастысы өмірі қысқа болмасын, ең бастысы тағдыры жақсы болсын. Өйткені өткен заманда қызмет қылған қазақтардың ең қиын шағы оларға бір ұзақ ғұмырдың бұйырмағандығы. Әйтпесе оларға сондай бір үлкен ғұмырдың иесі болса, артында қанша үлкен мұра, қанша үлкен дүние қалатын еді деп ойлайсың. Сол Ахметке ең бастысы ұзақ Алла ғұмыр нәсіп етсін, ғұмырлы болсын. Жаңада жақсы бір тілектің ішінде айтып жатсыз ғой, Жамал апай. Ата-анасы шет көрген, болашақпен оқыған солардың жолы жұғысты болсын деп өте жақсы атап өтіп жатсыз. Расымен де оған да біздің Ахметке де әкесі мен анасының жолы жұғысты болсын. Оның қазір көрген дүниелері оның есінде қалады бәрібір. Осы жерде көрген орта, осы жерде көрген қарым-қатынас, оның бәрі сақталады. Қазір қоғамға кім керек? Қоғамға құндылықтары бар адам керек. Және ол тек қана бір ұлттық құндылықпен ғана тәрбиеленбеу керек. Ол үлкен жалпы адамзаттық құндылықтарды өзіне қабылдап өсу керек. Біз өзімізде ұлттық құндылықпен сусап өстік қой. Ал бірақ десе де біз бір нәрсені жақсы түсінеміз. Тек қана ұлттық құндылық емес, жалпы әлем, басқа адамдар қандай жақсы құндылықтар бар болса, солардың ең жақсы деген құндылықтарын бойына сіңіріп өсу керек. Өйткені біз келешек деген кезде көп айтамыз, көп жалпылама жақсы сөздермен айтамыз, бірақ адам болу, адал болу ең басты түсініктер болса, ал оның жақсы маман болу жолында оған көп дағдылар қажет болады. Сол дағдылардың бір кірпіші осы жерде қаланып жатыр деп ойлаймын. Екінші кезекте жолында жақсы адамдар жолықсын деп тілегім келеді. Өйткені көп қабілетті қазақтардың жолында көп жағдайда жолында жақсы адамдар кезікпей жатады. Өзімізбен де қатар оқыған біраз жігіттердің де мен жолында бір ай шіркін бір жақсы адамдар жолыққан кезде олардың да өмір жолы тіпті басқаша болар ма еді, еңбегі де басқаша болар ма еді деп ойлайсың. Сондықтан олардың жолында, соның ішінде Ахметтің жолында жақсы адамдар жолықсын деп тілегім келеді. Жаңа ана туралы да, ананың орны туралы да Айза өзіңіз өте жақсы айтып жатсыз. Әлгі әкенің тәрбиесі ол таудан биік дүние. Оны жақындаған сайын да, алыстаған сайын да қадірін түсінуге болады. Ал ананың тағылымы, ананың өсиеті ол мүлдем бөлек нәрсе. Сондықтан да бір адал үстемген балалар көп болсын, сол сенімдеріңізді ақтасын. Ананың адал сүтін емген азамат екен деп қай ортада айтып, елдің ықыласына, батасына, тілегіне бөленіп жүретін азамат болып өссін. Аспанда кейде бір жұлдыз ағып баратса, тұрамда қалған, бұралмай қалған сағатша кереметін еткен адамның келте өмірін жұлдыз бен жердің қашықтығынан жаратса дейді. Сондықтан да түйіндей келе, әлгі достық үшін қол жетпестен көзілген, көкірегі молы дархан той мынау, кейбір жанның ақ тілегі үшін мен құрбан болсам деймін ау дейді. Сол бүгінгі ақ тілектердің барлығы қабыл болсын. Ай, рахмет. Happy birthday to you. Қолдарыңды маған беріңдер.
Бірақ ашып. Senin tuğan günün zor densavlık dileymin Bakıt ömür sürgün Şanımda bolsun deymin Aşar kömür sırım şan serigin Что, часы? Aha, қазір ашып береміз, окей? Да я хотела бабину. Her gününe jaratkan Töksün şu ak nurun Oynap gülgün Bugün senin 너 такие. Тоже Сайдикин. Привет, айтсын ба? Привет еще. Happy birthday, dear Armin. Happy birthday to you. 너 такие. tuğan günün Zor densavlık dileymin Bakıt ömür sürgün Şanımda bolsun deymin Aşar kömür sırım şan serigin Bugün Senin tuğan günün Aman bolsun adanan tuğan günün Zor densavlık